Қазақтың зергерлік бұйымдары. Қазақтың зергерлік бұйымдары атадан балаға мұра болып келе жатқан ұлттық мәдениетіміздің асыл қазынасы. Оның ішінде әшекейлер, алқа, сырға, сақина, белдік, қапсырма, қарсы ілгек, өңір жиек, жүзік, шекелік, шолпы, көз тимес, тасмошақ, үкі аяқ, белдік, бойтұмар, түйреуіш, түйме, тіс шықуыш, шашқап, тұмарша, айна, тарақ болып жіктеле береді. Зергерлік бұйымдарды жасау үшін алтын, күміс, алмас, жез, мыс, ақ алтын, алмас, ақық, есектас, фируза, інжу маржан, гаухар, айтас, лағыл, қаратас, жасылтас, көктас сияқты қымбат тастарды пайдаланады. Қазақ халқы зергерлік бұйымдарды жоғары бағалайды. Сондықтан оларды аса қадірлі адамдарға сыйлайды. Адамды және адамға қызмет ететін нәрселерді көріктендіру үшін зергерлік өнер пайдаланылады. Ұлттық бұйымдарды зергерлік заттармен сәндендіріледі. Мәселен, сәукеле, дулыға, қарқара, шапан, бөрік, төбетей, кебіс, шанқойма, берен, найза, сүңгі, торғауыт, ер, үзеңгі, домбыра, қобыз, қасаба, дауылпаз, асатаяқ, қазан, құман, тегене, ошақ, шөміш, құты, сапы, сарапшын, кебеже, абдыра, тұспақан, бақан, көбі, тостақан, балдақ, іскенже, шекөш, күтпатаяқ, қасқабақ, мандайтақ, үзеңгі, торсық, көсеу. Қазақтың әр өнеріне тән зергерлік бұйымдарынан жасалу жолдары мен зергерлерінің өз ерекшеліктері бар. Осыдан да зергерлік атаулар әр түрлі. Бес білезік, үш көзді, қостұмсық, қатталған, сіркелі, балдақты. Зергерлік бұйымдарға қолданылған заттар мен әдіс тәсілдер: мельхиор, жасылтас, күміспен көптеу, өру, мөрлеу, нәзік сым өрнегі мен сіркені қаттап дәнекерлеу. Бес білезік, жеті тасты, бүрлі, қатталған, сіркелі, балдақты. Зергерлік бұйымдарға қолданылған заттар мен әдіс тәсілдер: мельхиор, жасылтас, күміспен көптеу, өру, нәзік сым өрнегі мен сіркені қаттап дәнекерлеу. Бес білезік, үш көзді, бүрлі, қатталған, сірке. Зергерлік бұйымдарға қолданылған заттар мен әдіс тәсілдер: мельхиор, жасылтас, күміспен көптеу, екі тінді есу, жіңішке сым мен сіркені қаттап дәнекерлеу. Бес білезік, үш көзді, қостұмсық, қатталған, сіркелі, балдақты. Зергерлік бұйымдарға қолданылған заттар мен әдіс тәсілдер: мельхиор, жасылтас, күміспен көптеу, өру, мөрлеу, нәзік сым өрнегі мен сіркені қаттап дәнекерлеу. Тұмарша, ер төрізді, бүрлі, салпыншақты. Зергерлік бұйымдарға қолданылған заттар мен әдіс тәсілдер: мельхиор, халцедон, күміспен көптеу, өру, ызба мен сіркені қаттап дәнекерлеу. Тұмарша, үкі аяқты, көз көзді, қатталған, сіркелі, жыланбас, салпыншақты. Зергерлік бұйымдарға қолданылатын заттар мен әдіс тәсілдер: мельхиор, халцедон, күміспен көптеу, өру, мөрлеу, нәзік сым өрнегі мен сіркені қаттап дәнекерлеу. Тұмар, қос көзді, қатталған, бүрлі, жыланбас, салпыншақты. Зергерлік бұйымдарға қолданылған заттар мен әдіс тәсілдер: мельхиор, нефрит, күміспен көптеу, өру, мөрлеу, нәзік сым өрнегі мен сіркені қаттап дәнекерлеу. Бойтұмар, қатталған, сірке, қос көзді, бүрлі, жыланбас, салпыншақты. Зергерлік бұйымдарға қолданылған заттар мен әдіс тәсілдер: мельхиор, күрентас, күміспен көптеу, өру, мөрлеу, нәзік сым өрнегі мен сіркені қаттап дәнекерлеу. Тұмарша, көзді қатталған, жыланбас, бүрлі, салпыншақты, үкі аяқ. Зергерлік бұйымдарға қолданылған заттар мен әдіс тәсілдер: мельхиор, күрентас, мөрлеу, күміспен көптеу, нәзік сым өрнегі мен сіркені қаттап дәнекерлеу. Бойтұмар, бедерленген, өрілген, қос көзді, бүрлі, жыланбас, салпыншақты. Зергерлік бұйымдарға қолданылған заттар мен әдіс тәсілдер: мельхиор, жасылтас, күміспен көптеу, өру, мөрлеу, нәзік сым өрнегі мен сіркені қаттап дәнекерлеу. Тұмарша, тана көз, қатталған, кеспек, салпыншақты. Зергерлік бұйымдарға қолданылған заттар мен әдіс тәсілдер:
мельхиор, халцедон, күміспен көптеу, өру, мөрлеу, нәзік сым өрнегімен сіркені қаттап дәнекерлеу. Төсмоншақ, тан көз, тасты, шығыршықты, зергерлік бұйымдарға қолданылған заттар мен әдіс тәсілдер. Күміс, ағыл, ызба, сірке қаттап дәнекерлеу.